Сәлем, менің есімім Жұлдыз, жасым 22-де, 2001 жылғымын және кірпік саласында, сұлулық саласында жүргеніме уже 6 жыл болды және 6 жылдан асып бара жатыр. Және менің өзім тәжірибем жайлы сіздермен бөлісетін болатынмын және үйрететін боламын. Және де маған тіркеліңіздер, себебі менде өте құнды ақпараттар болады, жіберіп алмаңыздар. Және білгілеріңіз келген информацияны маған комментарийға жазсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Және колокольчикті және лайкты басуды ұмытпаңыздар, мен сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Моделирование ресницы. Ол жерде кірпіктің изгибтары айтылмайды, бұл жерде кірпіктің эффекттері айтылады. Яғни кірпіктің изгибтары ол қайрылғанына бөлінетін болса, эффекттері ол кірпікті визуально өзгертетін моменттерді айтатын боламыз. Мысалы, адамның көзі кішкентай болса, визуально біз кукольный эффектпен үлкейтетін боламыз. Көзі домалақ болса, біз наоборот оны сығырайтатын боламыз, яғни лис эффект жасайтын боламыз. Соның түрлерін мен сіздерге қазір айтатын боламын. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай, лиси эффект, натуральный эффект, мына жерде кукольный эффект. Өздеріңіз байқағанда лиси эффекті более лиси взглядты көрсетіп тұр. Натуральныйды более средний, кукольныйды более үлкен. Раздраженный кірпік ол біздің айтып жатқан лучик деген кірпігіміз. Мына жерде объемный кірпік ол қалың кірпік, мына жерде беличий кірпік. Бұл да лиси эффекттің бір түрі, бірақ белочка болып істелінетін болады. Және мен сіздерге по отдельности түсіндіріп өтетін боламын. Изгибтар жайлы айтатын болсам, изгибтар бізде осындай L изгиб, S изгиб, S плюс изгиб, D изгиб, D плюс изгиб, V изгиб деп солай бөлінеді. Соған байланысты бізде длиналары осылай 5-тен 15-ке дейін барады. Және толщиналарды бізде осылай бөлінеді. Және біз толщинада 0,10, 0,7, 0,12, 0,15 қолданатын боламыз. Және де мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай разницасы. Мына жерде S изгиб, мына жерде D изгиб. S изгиб бұл более средний қайрылған болатын, а мына жерде D изгибті более қатты қайрылған болатын. Және де бұған ғана байланысты емес, эффектте адамның көзін визуально өзгертеді. Оған байланысты осы жерде эффект деп айтады. Негізі бұл жерде бізде L изгиб айтылған, бірақ көбісі эффект деп айтады, L эффекттің, а негізінде дұрыс айтылуы оның L изгиб деп айтылады. Және мұнда лучик. Лучик ол жаңағы раздраженный кірпік. Бұл жерде объемный кірпік, бұл жерде кірпіктің қалыңдығы айтылады. Және бұл жерде классика, бұл жерде яғни кірпіктің жұқалығы айтылады. Және қазір мен сіздерге кірпіктің схемасын көрсететін боламын. Кеттік. Натуральный эффект ол қалай жасалынады? Яғни натуральный эффектте 9 пен 12-ге дейін біз таңдайтын болсақ, кірпіктің қарашығы мен барлығын полный есептегенде біз 4 бөлікке бөлеміз. Яғни 9-ды да, 10-ды да, 11-ді де, 12-ні де 100% алсақ, әрқайсысын 25, 25, 25, 25% бөлеміз. Яғни кірпіктің количествосы барлығында бірдей болу керек. Осындай моментте біз бұны натуральный эффект деп айтамыз. Және келесі эффект ол кукольный эффект. Яғни кукольный эффектте байқасаңыздар кірпіктің ортасы 13-сы, яғни визуальный кірпікті үлкейту үшін біз қабақты жоғары қарай көтеруіміз керек. Сол үшін ұзындығын біз ортасына, акцентті ортасына береміз. Қалған жағына осылай длиналарды қоямыз. Бірақ соңына қарай келгенде біз 11-сымен немесе 10-сымен бітіреміз. Егер де мен 9-сымен бастайтын болсам, мен 11-сымен бітіремін. Если 8-сымен бастасам, мен 10-сымен бітірем. Неге? Потому что кірпікті біз барынша 10 сығып, мына жерге қойғанымда кірпікті совсем короткий қылып тастаймыз. Оған да мән берулеріңіз керек. Және келесісі бізде лиси эффект. Лиси эффектте байқасаңыздар акцентті біз 13 сыға береміз. Яғни кірпіктің веки жағына береміз. Ал 9, 10, 11 бұлар средний осы қарашығы біткен моментке дейін осылай қойылады. Даже қарашық біткеннен кейін де көздің ағының жартысына дейін барады. 13-сыдан осылай шетіне ғана қоямыз, сонда более лиси взгляд шығады. Және бізде келесі көрсетілетін нәрсе ол C плюс L изгиб. Көбісі айтады, 11-сыдан кейін 12L-ді қоя салса не болады? Ондай моментте біздің переходымыз дұрыс болмайды. Сол үшін 9-сы, 10-сы, если сіз нағыз L изгибті, бірақ C-шканы араластырып істегіңіз келетін болса, 9-сы, 10-сы, 11-сы қоясыз, L изгибті шетіне, акцентті шетіне береміз.
сонда 11-сы, 11-сыдан кейін 11L қоямыз, сосын 12L қоямыз. И бұл жерде вопрос туындайды. 11-сы мен 11L-ді қалай переходын жасаймыз? Получается, адамда 4 ресничная линия болатын болса, алдыңғы екі рядқа біз 11-сы қоямыз, астыңғы екі рядқа 11L қоямыз. Получается, бұлай 11-сы басталып келеді да, и астыңғы рядтарды осылай тастап кетеміз да, и осындай жерге келгенде біткен екен, астынан бастап 11L қойып, и осылай дальше кетеміз. Ол қалай? Мен қазір көрсетемін. Получается, мына жерге дейін 11-сы болып келеді, и мына жақтарда да тоже 11-сы болады. И бұлай уже 11L кетеді, и мына жақтарда да уже 11L кетеді. Переход деп осыны айтты. Переход дұрыс болмаса, біздің кірпіктеріміз как лесенка сияқты болып қалады. Ол қалай? Ступенька болады ғой, вот сондай болып қалады. Сондай болмас үшін осындай переходқа мән береміз. Міне келесі бізде лучик. Жаңағы мен мұнда көрсеткендей лучикті айтамыз. Лучикта көбінесе мына жерде 2 еседе, 3 еседе көтерілгені көрсетіліп тұр лучиктары. Получается, мен мұнда 9-сы қойғам, 9-сыда 3 лучик болады, ол 11-сы, а 10-сыда 4 лучик болады, 12-сы. 11-сыда тоже 4 лучик болады, ол 13-сы болады. И бұл жерде 9, 10, 11, значит, 2 есе көбейтілгендегі лучиктары болып тұр. Ал мына жерде 7-нің лучигі 9 болса, 6-нің лучигі 9 болса, 7-нің лучигі 9 болғанда ол 2 есе көбейтілген момент, 6-нің 9 болса, онда 3 есе көбейтілген момент. 3 есе көбейтілген момент ол көзі домалақ, үлкен қыздарда болады, ал 2 есе көбейтілген момент ол көздері средний қыздарда болады. Осымен біздің моделирование сабағымыз осындай. Бүгінгі ақпаратым сіздерге пайдалы болса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар, және колокольчикті лайк басуды ұмытпаңыздар. Және тағы да не білгілеріңіз келеді, келесі тақырып қандай болғанын қалайсыздар, маған комментарияға жазып өтсеңіздер, мен сіздердің жауаптарыңызды ескеретін боламын. Және де всем пока, сүйдім.